Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2-ші сыныптың математика сабағы 79-ші сабақтың үй жұмыстарын орындайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы үшке көбейту кестесі. Сен санды үшке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренесің. Суретті және үлгіні пайдаланып өрнектердің мәнін тап дейді. Үшті қосамыз, үшке үш рет қоссақ біздер немесе үштің көбейтіндісі 9-ға тең. 4 қосу 4 тең, немесе 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Міне осылай 5-ті де жазамыз. 5 пен 5-ге тағы да 5-ті қосқан кезде ол 5 пен 3-тің көбейтіндісі, яғни ол 15-ге тең. Осылай ары қарай 6-ны да қосамыз. 6-ны 3 рет қосқан кезде бір-біріне 18-ге тең, немесе 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18-ге тең. 9 пен 9-ның 3 рет бір-біріне қосқанда 27-ге тең, немесе 9 пен 3-тің көбейтіндісі 27-ге тең деп 3-тің көбейту кестесін шығарып аламыз. Екінші тапсырмада санды 3-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен дейді. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9-ға тең, 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15-ге, 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18-ге тең, 7 мен 3-тің көбейтіндісі 21-ге, 8 мен 3-тің көбейтіндісі 24-ге тең, 9 пен 3-тің көбейтіндісі 27-ге тең. Қолдана біл дейді. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15-ге тең санды 3-ке көбейту кестесі бойынша. 3 пен 5-тің көбейтіндісі тең, 5 пен 3-тің көбейтіндісіне 15-ге тең. Көбейтудің ауысымдық қасиеті бойынша. 15 пен 5-тің бөліндісі 3-ге тең, және 15 пен 3-тің бөліндісі 5-ге тең. Өйткені көбейту мен бөлу өзара кері амалдар екен. Өзіміздің тапсырмаларды орындау кезінде қолдана білуіміз қажет. Келесі 3-ші тапсырмада санды 3-ке көбейту кестесін пайдаланып кестелерді толтыр дейді. Бұл жерде 3 пен 4-тің көбейтісі 12-ге тең, 3 пен 5-тің көбейтісі 15-ге, 3 пен 6-тың көбейтісі 18-ге, 3 пен 7-тің көбейтісі 21-ге, 3 пен 8-тің көбейтісі 24-ге, 3 пен 9-тың көбейтісі 27-ге тең. Бөліндіні жазамыз. 9 пен 3-тің бөліндісі 3-ге тең, 12 пен 3-тің бөліндісі 4-ге тең, 15 пен 3-тің бөліндісі 5-ге тең, 18 пен 3-тің бөліндісі 6-ға тең, 21 пен 3-тің бөліндісі 7-ге тең, 24 пен 3-тің бөліндісі 8-ге тең, 27 пен 3-тің бөліндісі 9-ға тең деп шығарамыз. Келесі 4-ші тапсырмада мысалдарды шығар дейді. Бұл жерде үлгі бойынша орындайтын боламыз. 30 пен 3-тің көбейтіндісі, ол 3 ондық пен 3-тің көбейтіндісі 9 ондық шығады. 9 ондығымыз 90-ға тең. 900 пен 3-тің бөліндісі дегеніміз 900-дікті 3-ке бөлу. 300-дік шығады, яғни 300-ге тең. 30 дециметрді 3-ке көбейту дегеніміз 90 дециметрге тең. 90 килограммды 3-ке бөлу, ол 30 килограммға тең болады. Келесі 5-ші тапсырмада есепті шығарамыз. Асық ату жарысына 15 бала қатысты. Олар әр топта 5 баладан болатындай бірнеше топқа бөлінді. Жарысқа неше топ қатысты? Әр топта 5 баладан, топ саны белгісіз, барлығы 15 бала деп қысқаша белгіні алдық. Енді жарысқа неше топ оқушысы топ бала қатысқандығын табу үшін 15-ті 5-ке бөлдік. 15 пен 5-тің бөліндісі 3-ке тең. Жарысқа сонда 3 топ қатысты деп жауабын береміз. Сонда бізде есеп не туралы болды? Есеп асық ату жарысына қатысқан балалар туралы да. Не белгілі? 15 бала қатысқандығы, олар әр топта 5 баладан болғандығы белгілі. Есепте не белгісіз? Жарысқа неше топ қатысқандығы белгісіз. Есептік сұрағына жауап беру үшін бөлу амалын қолдандық. Келесі 6-шы тапсырмада мысалдарды шығар дейді. Мысалдарды мәндерін тауып шығаратын боламыз. 36 мен 46-ның қосындысы 82-ге тең. 23 пен 77-ның қосындысы 100-ге тең. 63 пен 47-ның айырмасы 16-ға тең. 92 мен 56-ның айырмасы 36-ға тең. 9 мен 2-ның көбейтіндісі 18-ге тең. 6 мен 2-ның бөліндісі 3-ге тең. 18 мен 3-ның бөліндісі 6-ға тең. 21 мен 3-ның бөліндісі 7-ге тең. Міне көбейту кестесін пайдалана отырып осылай шығаратын боламыз. Келесі 7-ші тапсырма салыстыр дейді. Салыстырғанда бұл жерде 6 мен 3-тің көбейтіндісі 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең, 12 мен 3-тің бөліндісі 4-ге тең. Әрине 6 жағы көп болады. 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18-ге тең, 3 пен 6-тың көбейтіндісі 18-ге тең. Яғни көбейткіштердің орындары ауысқан, бұл жерде екеуі де 18-ге тең болады. 14 пен 2-ның бөліндісі 7-ге тең, 9 пен 3-тің бөліндісі 3-ге тең. Сонда 7 жағы артық болады.
8-ші тапсырмада теңдеуге келдік. Теңдеуді табу үшін біздер белгісіз санды табу үшін x пен 47-нің қосындысы 91-ге тең дейді. Бұл жерде қосу амалы болғандықтан міндетті түрде азайтумен табатын боламыз. X тең 91 мен 47-нің айырмасы деп жазатын боламыз. X тең 44-ке белгісіз санымыз 44 екен. 44 пен 47-нің қосындысы 91-ге тең. 91 тең 91 болады. 53 пен Y-тің айырмасы 27-ге тең. Y тең 53 пен 27-нің айырмасы. Y тең 26. 53 пен 26-ның айырмасы 27-ге тең. 27 тең 27 деп жазатын боламыз. Келесі 9-ші тапсырмада өрнектердің мәнін тап деді. 7 мен 3-тің көбейтіндісі бізде 21-ге тең. 300 пен 3-тің көбейтіндісі 900-ге тең. 15 пен 3-тің бөлінісі 5-ге тең. 90 мен 3-тің бөлінісі 30-ға тең. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. 100 кг мен 3-тің көбейтіндісі 300 кг-ға тең болады. 24 пен 3-тің бөлінісі 8-ге тең. 30 см мен 3-тің бөлінісі 10 см-ге тең болады. Міне 9-ші тапсырмадан да орындап түсініп орындап аламыз. Енді 10-ші жаттығуға келдік. 10-ші тапсырмада кім жылдам дейді. 0 санынан бастап 3-тен қоса отырып 30-ға дейін сана. Әрбір үшінші санға сәйкес әріптермен сөз құрастыр. Шыққан сөзді оқы, ол туралы ойыңмен бөліс дейді. 0 мен 3-тің қосындысы 3-ге тең. 3 пен 3-тің қосындысы 6-ға тең. 6 мен 3-тің қосындысы 9-ға тең. 9 мен 3-тің қосындысы 12-ге тең. 12 мен 3-тің қосындысы 15-ге тең. 15 мен 3-тің қосындысы 18-ге тең. 18 мен 3-тің қосындысы 21, 21 мен 3-тің қосындысы 24, 24 мен 3-тің қосындысы 27, 27 мен 3-тің қосындысы 30. Ендеше осы сандардың үстінде тұрған сәйкес әріптердің бәрін жандарына жазып, осы сөзді шығаратын боламыз. Бұл жерде аударыспақ деген сөз шықты. Аударыспақ бізде ұлттық ойындардың бірі. Шыққан сөзімізді оқыдық. Енді бүгінгі сабақта сіздер оқушылар 3-тің көбейту кестесін өттіңіздер. 3-ке есіңе сақта деген еттен біздер осы жерде есіңе сақтаны біздер жаттап алуымыз қажет. Және өзіміздің тапсырма орындаған кездерде қолдана білуіміз керек. Құрметті оқырмандар, сіздерге бүгінгі тапсырмалар түсінікті болған болса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Комментарийге сұрақтарыңыз болса беріңіздер. Лайк басып, подписаться батырмасын басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.